Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу 125-ші сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттық кейіпкерлер туралы не білемін? Я дыбысымен әрпі деп аталады. Бұл сабақта сен қарама-қарсы мағыналы сөздердің мағыналарын ажыратасың, сөздегі дыбыс түрлерін ажыратып, дұрыс дыбыстауды үйренесің. Балалар, ұлттық кейіпкеріміз Алдар көшенің бізге әкелген әріптік жұмбағын тауып көрейік. Кәне ойлан тап. Аяқта бар, баста жоқ. Таяқта бар, таста жоқ. Бұл қандай әріп, балалар? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл я әрпі екен. Біз өткен сабақта я дыбысымен әрпімен танысқанбыз. Я дыбысының қосарлы дауысты дыбыс екенін білдік. Өйткені я дыбысы қысқа и мен а дыбыстарының қосарлануынан жасалған. Енді осы я дыбысына байланысты берілген тіл ұстарту жаттығуын жаттап алайық. Я дегенім якір, ол қазақша зәкір. Енді балалар, я әрпі бар сөздерге дыбыстық талдау жасайық. Бірінші суретте біз тақияны көріп тұрмыз. Қане буынға бөлейік. Та-қи-я. 3 буын бар екен. Тақия деген сөзде балалар 5 әріп бар, 6 дыбыс бар. Себебі балалар, бұл жердегі я дыбысы қосарлы дауысты дыбыс дедік. Яғни ол 2 дыбыстан тұрады. Сондықтан бір дыбысты артық айтамыз. 5 әріп, 6 дыбыс бар. Келесі суретте біз қоянды көріп тұрмыз. Қоян. 2 буын бар, 4 әріп бар, 5 дыбыс бар екен. Жарайсыңдар, балалар. Енді мына бірінші тапсырмаға назар аударайық. Суреттегі заттарды ата, не ортақ екенін тап. Және балалар, осы сөздерге дыбыстық талдау жаса. Екінші тапсырма. Берілген сөзге мағынасы қарама-қарсы сөзді тап. Тасбақа баяу. Ал қоян қандай, балалар? 3 әріптен тұратын баяу сөзіне қарама-қарсы, мағынасы қарама-қарсы сөзді табайық. Үшінші тапсырма. Мысық неге мияулады? Балалар, осы сұраққа жауап беретіндей етіп, сурет бойынша әңгіме құрайық. Жарайсыңдар, балалар. Енді дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптерімізге мына сөздерді буынға бөліп жазайық. Аяқ, таяқ, аяз, саяз, қоян, шаян, қияр, пияз, тақия, зиян. Осы сөздерді буынға бөліп, қатесіз жаз. Жарайсыңдар, балалар. Іске сәт.